Бүгін сіздермен балалар сүйіп жейтін өте жұмсақ, ауызда еритін коржиктер дайындаймыз. Алдымен сүт пен шекерімізді газге жай отқа қойып араластырып тұрамыз. Біздің шекеріміз толықтай еруі қажет. Кейін бөлме температурасындағы сары майдың үстіне жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, үстіне сүтімізді құямыз. Соңында үстіне ұн және разрыхлителімізді салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды кем дегенде тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып қоямыз. Енді тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, оқтаудың көмегімен жайып, қалаған формамызбен кесіп аламыз. Дайын коржиктеріміздің бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, кейін шанышқының көмегімен бетін сызып шығамыз. Коржиктерімізді 200 градус қызып тұрған пеште шамамен 7-8 минут аралығында беті қызарғанша пісіреміз. Біздің коржиктеріміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.